Ал қыздар, қалайсыздар? Достар, не істеп жатсыздар? Сториске шықпай қалды, бұлай сөйлеп көп болып қалыпты. Бәрі жоқ болып кеттіңіз деп жатыр. Бармын, аман есенмін. Сол бүгін жұмыстан ерте қайтып, ерте келіп тамақ ішуге барайын деп жатырмық. Сол біздер тамақ ішіп кетеміз. Ал қалайсыңдар, қайырлы кеш. Bir керемет жерге келдім. Өзім постоянно келіп жүретін жерім. Не үшін келдім, кіммен келдім, қалай ойлайсыңдар? Адамды білгің келсе, дай былай істетейін деп айтамын ғой. Қайталап айтамын сіздерге. Рахмет оқырмандарым, осындай нәзік жүректеріңізге, көңілдеріңізге, патша көңілдеріңізге рахмет та. Себебі енді блогермін, енді осы қалауын бағдарламасы арқылы таныдым ғой. 10-шы жыл ма, 8-ші жыл ма блогер болатын. Келіп 60-70-тегі апайлар, басқа қаладан келеді, Ақжарқын сенің фанатыңбыз, ұнайсың, қолдаймыз сен деп атап жүрегім елжіреп кетеді ғой. Қазір даже туысың, даже үйтіп кейбіреулерінің туысы даже сені жақсы көрмейді, қолдамайды да, реально. А тут бөтен адамдар саған осылай қолдау білдіріп атқанда Аллаға шүкір деймін. Осындай абыройды атақ түсірмесін, Алла абыройын түсірмесін, Аллаға шүкір деп қуанамшы. Өзім бір керемет деймін, миллиардер болсам да дәл осы қалпында қалам, қарапайым қалпында қалам. Қарапайымдылық адамды өсіреді. Ол тәрбие түп санасына келгенде адамның тәрбиесі гені дегендей, тек дегендей, тегі дұрыс. Ата бабамыз баяғыда айтқан ғой, тегіне қараңдар, тегі қандай екен, кімнен шыққан, қайдан шыққан деп. Мысалы, ұл болсын, қыз болсын, тегі дұрыстың өзі дұрыс болады. Тегі дұрыс емес па, бәрібір де қан арқылы беріледі, гені дегенде, тәрбие. Сондықтан ата-анама шүкір осындай тәрбие бергеніне, тәрбиенің арқасы, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді. Сана сезім, алған біліміміздің нәтижесінде өзімді кереметпін деймін, дегенмен де өзімді ұстауды білемін. Достардың арасында өзімді қалай ұстаймыз, ата-енемнің алдында, үлкен кісілердің алдында, жолдасымның, достарымның алдында дегендей, ол бір тәрбие, сыйластық қой былайша айтқанда. Бәрі де боқтай алады, бәрі де күле алады, билей алады, басқасын да өзін ерсіз де істей алады, ерсіз де істей алады. Әр адам әртүрлі құқтар істейді, бірақ тәрбие арқылы өздерін қай жерде кешіріңіздер, құрметті оқырмандар, кешірім сұраймын. Енем тура мен дегеніңіз ерсілеу, мен енем сияқтымын дегенде жақсы. Мен енем сияқтымын. Кешіріңіздер, енді адам деген қателеспейтін адам, жаңылмайтын, жақсы сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Сондықтан жаңылып қалыптық. Сіздерден де, енемнен де кешірім сұраймын. Алла мейірімді, біздің Алла тағаламыз бәрін кешіреді. Сіздер енді кешіретін шығарсыздар, мен кешірмесеңіздер болмайды. Құрметті оқырмандар, еліп тұрып кешірім сұраймын сіздерден. Бізде бүгін съемка болды. Қайрекеңнің оқушысы екен. Ой, сен қайратқа тартсаң молодец боласың. Андай болады екен ғой, өзі адам қандай ұстазына ұқсайды деп үшін еді. Жаңа түсіріп жатқан кезде мен де автоматым қайратқа үйреніп қалғам. Екі көзім қайратқа қарап кетеді. Нұрбекке үйренбегем. Енді бұйыртса алдағы уақытта бірге жұмыс істейміз ғой, да, Нұрбек? Атырауда ма? Сен Атыраудасың ба не? Ойбу. Енді мендей қыздан айырылып қалдым. Шутка.